Сен жалғыз емессің, алғыз сөз. Қорықпаңдар, сендермен біргемін, естимін, көремін. Таха сүресі 46 аят. Кітабымызда 18.000 ғаламды жаратқан, біздерді қараңғылықтан нұрға шығарған, білмегенімізді үйретіп өмір сүру ережесін Құранмен насихат етіп, бізді әркез жақсылық пен мейірімге шақырған әлемдердің Раббысы Рахман әрі Рахим Алланың атымен бастаймыз. Сондай-ақ барлық адамзаттың асыл үлгісі пайғамбарымыз Мұхаммедке, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын деп бастадық. Құрметті қыз-келіншектер, аяулы ханымдар, әрбіріміздің бір сарындылықтан жалығып, жанымызды жаңашылықты қалайтын, өмірімізді, өзімізді өзгерткіміз келетін кезіміз болады. Сәл ойланып қарасақ, арман мақсатымыз орындалу үшін Алла бізге барлық нығмет атаулысын үйіп-төгіп берген екен. Адам өзіне қажеттіні адаспай табу үшін әуелі өзінің нақты мақсаты мен нені қалайтынын анық білуі тиіс. Болмаса, күнделікті тіршілік ағыны сені күн сайын әр тарапқа тартқылап, бастапқы бағытыңның адасуын ғажап емес. Шың бір күнде бағындырылмайды, қала бір күнде салынбайды. Спортшы да олимпиадаға алтынын бір жылда жеңіп ала алмайды. Жеңіс мінберіндегі әдемі сәттер артында жылдар бойғы табандылық пен жаттығулар мен саулап аққан тер, ерен еңбек жатыр. Сондықтан сенің есіңде болсын, бәрі бірден болмайды. Сен жалғыз емессің. Алла сенің қолдаушың, жәрдемшің, әр кез жол нұсқаушың. Сен де арманыңа қарай бізбен бірге күн сайын қадам бас, мақсатыңа қарай компасыңды үнемі түзеп отыр. Әңгімені сен деп бастағанымыз сеніміңе селкеу түсірмесін. Сіз десек арамыз алыс болып кетердей көрінеді. Сен деген қарым-қатынасты құрметсіздік деп ойлап қалма. Біз барынша саған жақын болғанымыз келеді. Құрбы ретінде сырласақ дейміз. Сол себепті кітапты тұтас сен деген байланыста жазылды. Бұл кітап жан-жақты әрі ұзақ терең зерттеулерден кейін жарыққа шықты. Бірақ күрделі ғылыми еңбектер секілді емес, тілге жеңіл, бір оқығаннан ұғынуға оңай етіп жазуға тырыстық. Тұлғалық даму әлемдегі бір емес бірнеше бағытта қатар ұсынып отырмыз. Бұл кітап жан-жақты әрі ұзақ терең зерттеулерден кейін жарыққа шықты. Бірақ күрделі ғылыми еңбектер секілді емес, тілге жеңіл, бір оқығаннан ұғынуға оңай етіп жазуға тырыстық. Тұлғалық даму әлеміндегі бір емес бірнеше бағытты қатар ұсынып отырмыз. Білгеніңді бөлісу сауапты іс, ал білмегеніңді білуге асығу, ұялмай сұрау, үйрену, талпыну саналы адамның әрекеті. Сондықтан да теория мен тәжірибені арнайы бағдарлама мен түрлі техниканы қатар ұсынып отырған біздің спикерлер саған зейінің ашылып, алған ақпаратың қажетіңе жарасын деген тілек білдіреді. Сенің сырлас құрбыңа айналамыз деген сенімдеміз. Кіріспе. Дүкен сөрелерінен кітап сатып алмас бұрын әуелі оның сыртына, мазмұнына, ішінде нендей құндылық барына аса зер салып, әр бетін парақтай жөнелеміз. Тура сол сияқты бүгіннен бастап өзіңнің сыртқы көрініс келбетіңе мән беріп, ішкі әлеміңе, жаныңның нәзік қалтарыстары мен жүрек түкпіріне үңілуді, өзіңе сырттай көз тастап үйренуді бастауыңды сұраймыз. Бір сөзбен айтқанда, фокусың өзіңде болсын. Ыңғайланып отырып қалам дәптеріңді сайлап дайындал. Өзгерісті қалап өзгеремін деп ниеттеніп жүргеніңе де біраз уақыт өткен шығар. Бірақ қалай өзгересің, қай бағытта өзгересің, неге өзгересің? Бұл өзгерістен әуелі өзіңе, қала берді отбасыңа не пайда бар? Бұл өзгеріс сен үшін қайырлы ма? Өзгеріс ең алдымен өзіңді танудан басталады. Бізді күллі 18.000 ғаламды жаратқан Құдайды мойындаудан адамзатты ол не үшін жаратты, не мақсатта жаратты, біз өзі кімбіз және бұл өмірге келгендегі мақсатымыз не деген сауалдарға жауап тапқан жан ғұмырлық мақсаттарын дәл қоя алады. Тағдыр деген нәрсе бар. Жапырақ талланың қалауынсыз үзіліп түспейді. Бұл кітап қандай да болсын жолмен әйтеуір бір реті келіп сенің қолыңа түсіп, енді оны оқып бастаған болсаң, демек кітап сенің қолыңа түсу керек болды. Оқып бітірсең де бітірмесең де, бірақ осы кітаптың алғашқы беттеріне көз жүгірту тағдырыңда тұр. Басқаша айтқанда, пешенеңе жазылған екен. Қажетті кеңес пен өзіңнің іздеген сұрақтарының жауабын осы кітаптың ретімен тауып жатсаң да таңғалма.
Себебі кітапты оқу барысында түсінесің, ал ақпаратты қорытып, тапсырмаларды орындаған соң, Алла қаласа жүрегіңде аз-кем тыныштық орындап, өзіңді жайлы сезініп бастасаң, тіпті қуана бер. Демек, біздің де, сенің де басты мақсатымыз орындала бастады деген сөз. Бірінші бөлім. Өзгеріс өзіңнен басталады. Дұрыс ниет оң нәтиже. Кез келген істі Алланың атымен бастап, Алла разылығы үшін деген ниетпен әрекет етсек, ол істің берекесі көп болады. Әуелі ниеттің дұрыс болуы іште үнемі қадағалап, жақсы ой мен таза пейілдің маңызды екенін ескер. Соңғы кездерде психологияда трендке айналған тақырып саналылық, осознанность. Адамда үнемі екі қалып болады: автоматты және саналы қалып. Саналы болу дегеніміз не? Оның өміріміздегі маңызы қандай? Саналылық дегеніміз әрбір іс-әрекетіңді не үшін, кім үшін, қалай жасап жатқаныңды және дәл осы әрекет саған не үшін қажет екенін нақты білу. Автоматты түрде әрекет ету дегеніміз не? Мысалы, барлығымызға таныс жағдай. Үй жинағанда немесе тамақ дайындаған сәтте ойымыз басқа жақта болса, үстелдің шаңын сүрттім бе, тамаққа тұз салдым ба деп ойланып қаламыз. Өйткені біз ол әрекетімізге саналылық қосқан жоқпыз. Ал саналы әрекет ету дегеніміз ойыңның әрекет етіп жатқан ісіңде болуы. Мысалы, тамақ жасап жатқанда әрбір процеске көңіл бөлуің, дәмді ас даярлау деген мақсаттың болуы. Тіпті байқасаң, автоматты түрде жасалған тамағымыз саналы түрде жасалған тамақтан қарағанда екеуі екі түрлі болады. Сондықтан саналы түрде жасалған әрекеттің нәтижесі әркез жемісті болады. Ал білесің бе, осы саналылыққа жетудің бірден-бір төте жолы ниет ету, оны түзеу, жаңартып отыру, түпкі ниетті анықтап отыру. Әрбір әрекетті бастаудан бұрын ниетіңді дұрыстап, анықтап алу саған екі дүниелік пайда береді. Ең бастысы ниетті ажырата білу, беткі ниет және түпкі ниет болады. Осы екеуінің ара-жігін айыра алу сені көптеген эмоционалды шығыннан, стресстен, пайдасыз әрекеттен, күйзелістен сақтандыруы мүмкін. Кейде бір іс жасағанда біз тек беткі ниетті ғана назарда ұстаймыз. Алдымен екеуінің айырмашылығын мысал арқылы түсініп алайық. Жақын құрбың сенен көмек сұрап келді. Қолың тимей тұрса да бас тартпай көмектесуге келісім бердің. Алла разылығы үшін көмектесіп жіберейін деп ниет еттің. Bir күні дәл солай саған көмек қажет болды. Ойланбастан бірден өзің жәрдем берген құрбыңа хабарластың, қандай да бір себеппен көмектесе алмайтынын естисің. Сол кезде сенің ішінде бірдеңе бүлк ете қалып, мен уақытымның жоқтығына қарамай оған көмектескен едім, ал ол оп-оңай бас тартты деп ренжіп, оны сынға аласың. Алла разылығы үшін деген ниетің тек беткі ниет болғаны. Түпкі ниеттің ертең оның да маған көмегі керек болып қалар деген бартерлік қарым-қатынас немесе қазір бас тартсам мен жайлы жаман пікір қалып қалар деген қорқыныштан болған. Әу бастан Алла разылық үшін деген түпкі ниет жасасаң, құрбыңнан көмек ала алмай қалғанда өзіңді пайдаланып кеткендей реніш сезімі, жақсылықты түсінбейді деген сын тағу болмас еді. Мына дүниедегі ешбір жан бере алмайтын сауап атты ресурсты жаратушыдан алатыныңды ойлап, құрбыңа қанша қаласа да Алла берген сауаптан асып саған ештеңе бере алмайтынын түсінсең, сондай эмоцияларға берілмес едің. Яғни, дәл осы мысалда Алла разылық үшін деген беткі ниет болып тұр. Маған бір күні көмегі қажет болып қалар, мен жайлы жақсы пікірде қалсын деп түпкі ниетке жатады. Сондықтан түпкі ниетті Алла разылығы үшін деп түзеп, кез келген істі жасасақ, біткен істің қайырымына өзге тараптан алғыс күтпеуді үйренуіміз де сауабын тек Алланың беретін ұғынатын боламыз. Ең қиыны көп жағдайда түпкі ниет пен беткі ниеттің ара-жігін білмей өзімізді алдаймыз. Себебі бәрін автоматты түрде жасаймыз. Өзімізге мойындау қиын болып жатады. Егер істің басында саналылықты қосып түпкі ниетті анықтап оны түзеп алсақ, жоғарыда келтірілген мысалдағы құрбымызға ренжігендей қаншама жағымсыз эмоцияларға жол бермейтін боламыз. Бұдан кейін әрбір ісіңді бастарда, шешім қабылдарда түпкі ниетіңді анықтап саналы әрекет жасауда қолға ал. Басында үйрене алмай ұмытып кетерсің. Сонда да берілмей, есіңе түсе салысымен түпкі ниетіңді анықтап, оны түзе. Уақыт өте бұл әдетке айналады, өміріңдегі ең пайдалы әдетке. Себебі болмашы деп ойлаған әрбір ісіңді дұрыс ниеттеніп жасау күнделікті ісіңнен сауап алуға, өзіңе өте көп ресурс, энергия жинауға септігін тигізеді.
Мысалы, жұмыстан келіп сергіп тазалану үшін суға түскің келді дейік. Автоматты түрде барып суға түссең, өзің қалағанда сергисің, таза боласың. Ал енді сергу, тазалануға қоса жаратушымыз тазалықты жақсы көреді. Алла разылығы үшін өзімді таза ұстайын деген ниет болса, жуыну құлшылық, ғибадат есебіне жазылады. Құдай қаласа одан да сауап аласың. Көрдің бе, бір ғана жуынып шайынудың өзінен әйел баласы ниетін түзесе пайда таба алады. Көп жағдайда декретте үйде отырған келіншектер күн сайын бір сарынды қайталана беретін жұмыстан жалығып, күйзеліске түсіп кетуі мүмкін. Не себепті? Өйткені сол істің бізге қаншалықты пайда екенін білмей, өзімізді түк бітірмей жүрген жандай сезінеміз. Күнделікті қаншама сауап пен ресурс алуға болатын ісімізді бітпейтін күйбең тіршілік деп қабылдаймыз. Жасап жүрген ісіміздің біз үшін қандай пайдасы барын білмей, бала, күйеу, ата-ененің көңілінен шығу үшін автоматты түрде жүргендіктен көп ресурс жоғалтып, энергиямыз сарқылады. Себебі күнделікті жасайтын үй шаруасы, балаларды тамақтандыру, ас даярлау, барлық әрекеттер жасауда түпкі ниет анықталмаған. Немесе түпкі ниетіміз дұрыс болмай, күйеуім келгенде мақтасын, ата-анем жаман келін демесін деген сынды ой қалыптасуы мүмкін. Бұндай ниет қалыптасса, демек сен кішкентай бала позициясында жасаған ісің үшін мақтау не елеп, ескеру күтіп, мақтау сөз ести алмасаң, ренжіп, ашуланып, яғни тағы да энергия, ресурс шығындайсың. Саналықты қоссақ, ересек адам позициясынан әрекет етіп, күнделікті жасап жүрген ісіңді ниетіңмен реттесең, оларды орындау әлдеқайда оңай бола түседі, ресурсқа айналады. Қалай? Күнде тамақ даярлау алдында Алла осы тамақты отбасы мүшелеріме сенімді, сіңімді, шипа дарыт. Мұсылмандарды тамақтандырған адамның сауабын маған бер деп ниет етсең, ниетіңе қарай сол тамағың отбасы үшін берекелі, Құдай қаласа шипа да болады. Үй тазалығын жасарда да ниет етіп, үйіңнің таза болғанының сен үшін қандай пайдасы барын ойлап, жаратушым, үйімді сенің разылығың үшін тазартуға ниет еттім. Маған қағбаны тазартқандай сауап бергейсің деп іске кірісіңіз. Балаға қарауда да ниетті дұрыстау арқылы қаншама ресурс кенелуге болады. Аманат етіп берілген балаға қамқорлық танытып, мейірім беру қаншама сауапқа кенелетін түсінгенде жасауың керексіңді барлығы оңайлата түседі. Күнделікті қайталанатын шаруадан шаршамайсың, олардың құндылығын түсініп, түк бітірмегендей сезінбейсің. Өзің үшін қандай пайдасы барын және ешкім бере алмайтын сый сауап алғаныңды түсінгенде сендегі ресурс толыға түседі. Әдетте физикалық тұрғыдан шаршамайсың. Миыңның жасап жатқан ісіңнің құндылығын білмей, оны жасауға қарсылық танытып, іштей күресіп жүргендіктен көп энергия шығындалып болдырып қаласың. Шаршаудың себебі осында. Түпкі ниетті анықтау, саналылықты қосып, дененің физикалық әрекетінің маңыздылығын миға жеткізу арқылы ресурсқа толығып энергияңды үнемдеп, негативті эмоциялардан сақтануға жол ашады, Алла қаласа. Бүгіннен бастап әрбір ісіңді ниет етіп, тақырып басында айтылғандай Алла разылығы үшін амал етіп, ешбір жерден сатып ала алмайтын қаншама сауапқа кенелесің. Жүйкеңді де орнына түсіріп, әр күніңнің қадірін ұғынасың. Ниет туралы алған ақпаратыңды дәл қазір іске асырып, кітап беттерінде ұсынылған ақпараттар мен кеңестерден, тапсырмалардан кемшілік іздемей, Алла разылығы үшін білімімді толықтыру, оған амал ету, күнделікті өміріме пайдалану арқылы жаңа деңгейге көтерілейін деген мақсатта оқып шығайын деп ниеттенсең, тек білім алып қана қоймай, осы кітапты оқуға кеткен уақытымыз да Құдай алдында құлшылық есебінде жазылуы ғажап емес. Осы секілді әрбір әрекетін Аллаға тапсырып, кез келген істен жақсылық, қайыр көре білген адамның өмірі жеңілдейді. Позитивті ой, құнарлы білімнің тез сіңуіне көмегін береді. Ішіңнен мен бұл кітапты пайдалы білім аламын, өзіме уәде беремін деген сөзді жиі қайталап қой. Өз-өзіңмен келісімге келген сәтте ми біреуге уәде беріп жатыр екен деп қабылдайды. Ми өзіне қажетті бұл сигналды тапсырма алып жатқандығын сезінеді. Ендеше ниетімізді дұрыстап, өзімізге уәде беріп болсақ, кітапты оқуда жалғастырайық.